Әдебиет пәнінен сабақ берген Молмағамбетова Альбина Мұхтарқызы қазіргі таңда директордың оқу әдістемелік жөніндегі орынбасары болып қызмет істейді. Бүгінгі бағдарламаның кейіпкері Ибраев Нұрбол Ерболұлы менің оқушым. Бұл сыныпқа 2002 жылы 5-ші сыныптан бастап сабақ бердім. Мен барлық классыма барған кезде міндетті түрде балаларға жаңағы өлең шығарып көріңіздер деген бағыт беретінмін. Бірақ ол кезде мен Нұрболдың өлең шығаратынын білгенім жоқ. Отан туралы өлеңі, әрбір сөзі менің кәдімгі көкейіме тиіп, менің осы оқушым, мен осы баламен жұмыс жасауым керек деген алдыма мақсат қойдым. Нұрболым өзінің қазақ әдебиетіне деген құлшынысын керемет көрсете білді. Біздер деген жаңағы үздік қазақ тілі пән мұғалімнің аудандық сайысы болды. Сол кезде Нұрболға ал енді тек қана сен өлең шығарып қана қойма, сен жаңағы олимпиадаға ғана барып қойма, давай екеуміз айтсайық. Ұстаз бен оқушының арасында апай мен домбыра тарта алмаймын ғой дейді. Жоқтымды да қылмайды, әйтеуір діңгірлетіп отыр, әйтеуір әрбір қазақтың баласы домбыраға нетін. Мүмкін сен болашақта айтыскер болып кетерсің деген. Содан үлкен сахнада біздің аудандық мәдениет үйінде екеуміз айтысқанбыз. Ұстаз бен оқушының арасында айтысты. Интернеттен жаздық, ол өзі шығарды, әйтеуір күштілеп тұрып алып шықтық. Аудандық байқаудан жүлделі орын алдық екеуміз, мәз болып мектебімізге үлкен қуанышпен келдік. Сонымен қатар Нұрболдың өзінің жазып дәптерге берген өлеңдері мынау тоже жинақталыпты. Мен ешқайсысын лақтырмаймын, бәрі сақтаулы. Мынау енді дәптер онда лақтырғаным жоқпын. 7-ші класста біздер жаңа топтық жұмыс жасайтынбыз. Сол топтық жұмыста біздің Нұрбол сабаққа қазақ тілі әдебиетіне неше түрлі сұрақтар дайындап келеді. Өзінің класстастарына неше түрлі қазақ тілі әдебиетіне байланысты сұрақтар дайындап, олар жарыстыратын еді. Мен кәдімгідей сүйсініп қарап отыратын едім. Кәдімгідей енді ұстаздың шәкіртіне деген жаңағы бір мақтанышы ма, бір керім бір сондай көкірегімде бір не болатын еді, мақтаныш. Мынау менің оқушым деген. Мынау сол өзінің класстастарының дайындаған сұрақтар. Саламатсыз Мұхтарына? Амансыздар ма? Жақсы, қош келдің. Ал балам, мынау барлық баспа беттеріне шыққаның, Мұқағали Абай байқауларына қатысқан, тіпті мына сенмен бастап жұмыс жасаған дарынды оқушы Ибраев Нұрболмен жүргізетін жұмыстың жылдық жоспары көрдіңіздер ғой. Сонымен қатар мынау сенің барлық кітаптарың шығарылған мектеп қабырғасында жүріп, мынау сенің 5-ші класстағы суретің. Альбина апай, бая кітап тұр ғой біздің 5-ші сыныпта. Ақын болғым келеді, болашақтың бастауы. Енді осы кітаптың шығаруына үлкен үлес қосқан менің әкем енді.